өз ұлтың жақсы көресің, өз әдебиетің жақсы көресің. Бірақ сын көзбен қарасаң, қазақ әдебиетінің мүмкіндігі жалпы әлемдегі қазіргі кез келген әдебиетпен қатарлас, иықтас, көп алдына түсетін болар. Неге десеңіз, біздің сөздік қорымыз, тілдік байлығымыз, ойымыз, оны беруіміз ешкімнен де кем емес. Ешкімнен. Мысалы, мен Еуразия ұлттық университетінің студенті Жұмаділ Жарқынбек. Сізге қояйын деген сұрағым, қазіргі таңдағы қазақтың мәдени құндылығы ретінде нені айтар едіңіз? Мәдени құндылық көп қой бізде. Бағасына жетсек. Тілден артық құндылық жоқ, шындап келгенде. Соның қадіріне жете білсек, шұбарламасақ, кеңсе тіліне айналдырмасақ, бардым, келдім, жүрдім, отырдым, тұрдым, күйем, сүйем. Қазақтың шұрайлы тіліндей. Мұна орыс тіл соншама бай тіл. Бірақ аудармамен айналысқан кезде, біздің мұна сөздердің баламасы, кейбір орыс тілінің бір нелерінде, аудармаларында, обороттарында, солардың жұтаң екенін біліп қаласың. Біздің тілдің соншама байлығы. Осыны сақтасақ. Иман деген мәселе бар, айналайын. Бұны құндылық дейтін болатын болсақ. Иман. Ең үлкен бір қазына бар, тағы да айналайын. Бабалар сөз деген 100 томдығымыз бар. Бүкіл тіліміз де, дініміз де, иманымыз да, байлығымыз да соның ішінде тұр. Шын мәнінде, жалпы рухани байлық дейік бәрінде жіктемей. Бұл адамзаттың бір ұстазы сияқты дүние ғой. Бір жарық күн сияқты ғой, сәуле ғой, санаға сәуле түсіреді ғой бұлар. Содан айырылғымыз келмейді ғой. Шама келетін болса, мынау асфальт басып өскен, мына саудамен көз ашқан ұрпақты кейінгі жастарды, соның жүрегін жібіткіміз келеді. Қолына кітап ұстатқымыз келеді ғой, Ерек аға. Кітап деген қасиетті дүние ғой. Айпадпенен, компьютермен қайда барасыз? Алланың өзі адамзаттың қолтығына 4 кітапты қыстырып кеткен жоқ қойды.